экс жұбайы Мөлдірдің сұхбатын көріп жүрегім ауырды. Себебі бұл көптеген қазақ қыз келіншектерінің басына өтіп жатқан жағдай. Әйел баласының күйінгендегі, әйел баласының іштен тынғаны, әйел баласының сабырмен 14 жыл күте білуі, ол әлі де күтіп жүр. Бірақ осы мұңның ар жағында жүрегінің үлкен жарасы бар екенде көрініп тұр. Қыздар, аналар, келіншектер. Енді біз осы бір қазақ қызының киносына барып, оның кассасын толтырайықшы. Ерекскенде, мен Мөлдірді мүлдем танымаймын өмірде. Араласпаған, көрмегем, сіздер сияқты тек қана осы теледидардан ғана көрген шығармын. Ал бірақ, женский солидарность жасап, қолдап кетсе екен деп ойлаймын. Барамыз ба киноға, қыздар? Бар, пәтер алып берген, көлік алып берген, қымбат шуба, бриллиант барлығы қазір оның үстінде. Маған өте ауыр. 14 жыл бойы өзі үшін өмір сүрмеген. Қазіргі уақытта екеуінде бала шағалары өсіп қалған, біреуін күн дұрыс емес деген разбор емес, общий қыздарға жасайықшы. Мөлдір ханымның айтқанынан барлық қыздарға үлгі болатындай. Сен қанша стараться етсең де, саған да имение жасауы мүмкін. Бірақ нәрсе құндылығыңды вовремя көтеру. Жаны Мөлдір ханым, бүкіл адамды жылаттыңыз ғой өзіңіздің подкастыңызбен. Сізсіз Тұрсынбек бұрынғы Тұрсынбек бола алмайды бізге. Сіздің арқаңыз. Сіз бақытты болуға лайықтысыз. Как только мен айтып бастаймын, тоқташы, отыршы, сөйлесейік деп, ол кетіп қалады дейді Тұрсынбек. Бір аптаға, бір айлап кетіп қалады дейді. Бұл жерде синдром спасательницы сенде де бар шығар. Если я стану еще сильнее, еще красивее, еще больше покажу свою любовь, то ол кетпейді осы момент. И, наконец, семьяның құндылығын түсініп қасымызда қалады. Но проблема в том, что забота без границ, бесконечно берілетін забота, оны махаббаттың қайтармайды, яғни оның есігін жинатқызбайды. Көп қыздар ойлайды, қандай әйелден кетеді еркек. Еркек кетеді сондай әйелден, которая перестала быть женщиной. Өзі үшін өмір сүрмеген адамнан тез любой адам жалған. Хоть твоя подруга, енешка, муж, парень, бәрі. Өмірде всегда айтам, заңдылық бар. 5-ші этаждан құласаң, имайып боласың, немесе боласың, дұрыс па? Тура сол сияқты. Где есть зацепка, там всегда тебе будет больно. И в конце разводқа кім бірінші болып береді, білесіңдер ма? Конечно же, Мөлдір ханым, потому что Тұрсынбек сделает все возможное, чтобы просто Мөлдір өзі барып бірінші разводқа заявление беретіндей. Открыто начинает встречаться. Просто түсініңдер, что махаббат деген только служить емес. Махаббат деген еркектің природасы бойынша бере алатын заттардың бәрін алу. Алдыра білу и всегда алып жүру. Ценная болуды ұмытып кетпейік, қадірлі, ценная, қызық әйел болғың келсе, просто подпишись на мой инстаграм. Мен Тұрсынбектің өте қатты фанат едім. Жаңа Мөлдір апайдың сұхбатын көрдім да. Шынымен көзге жас келеді, енді ортада 5 бала бар. Айтып жатыр да Мөлдір апай, 5 балам күнде саған жылайды деп. Енді оңай емес, ешкімге жауыңа да тілемейтін сынақ қой. Мен Мөлдір апайдың мықтылығына өте қатты риза болдым. Мөлдір апай, егер көрсеңіз, аман болыңыз, мықты болыңыз. Түннің артынан күн шығады деген сөз бар ғой. Еще мен ертең Мөлдір апайдың киносы шығайын деп жатыр екен. Мен ол кино ұнаса да, ұнамаса да барып көрем. 2-3 рет барып көрем. Өйткені қолдағым келіп тұр, мен сол кісіні. Тұрсынбек ағадан қатты көңілім қалды. Ой, қатты фанат едім мен ол кісіге. Ой, мен осы өнер жолында Тұрсынбек сияқты болғым келеді деп әзіл әлемде болашақта мен өнер көрсем дейтін едім. Ыңғайсыз тартпай қалды. Мөлдір апай, аман болыңызшы.
өзгөчө акыл айтып элдин алдында жүрген эркектин өзү айелин 14 жыл бою алдап келип жатса, башкаларды билмейм энди. Кыздар, эркектериңди, конечно, сыйлаңдар, жакшы көрүңдер, бирок өздеріңді ұмытпаңдар. Жұмыс істейік, қыздар, жұмыс істеп өзіміздің жағдайымызды жасайық. Өзіміздің үйіміз, өзіміздің көлігіміз, өзіміздің бала шағамызды асырай алатын жұмысымыз болу керек всегда. Сенім жоқ деген сол, ешкімге сенім жоқ. Еркекке сенгенше екі босағыңа сен деп бекер айтып кетпеген екен кезіндегі апаларымыз, әжелеріміз. Оны мен енді қазір біліп тұрған жоқпын, конечно. Бұрыннан білеміз, ақылымыз бар, шүкір. Бірақ енді Мөлдірге айтар едім. Мөлдір, өмір бір-ақ рет беріледі. Өзіңді жақсы көр, өзіңді күт. Мен өзім негізі бәріне ризамын. 5 балам бар, Аллаға шүкір. Өмірімді қайтадан арқалып келсе, осыны қайталармен десе, мен бәріне ризашылықпен қайтадан қабылдап, қайталауға дайынмын. Тұрсынбек бір күн сұрақ қойды маған. Егер қайтадан саған шанс берілсе, сен маған күйеу шығарып едің дейді. Шықпас едім дедім. Енді ол жерде маған. Егер қайтадан саған шанс берілсе, сен маған күйеу шығарып едің дейді. Шықпас едім дедім. Енді ол жерде біз кейде бір әзілдесіп, сөйлесеміз ғой. Енді түсінікті ғой, шықпас едің ғой маған дейді ғой. Бірақ Тұрсынбекке шықпаса, мен 5 баланы қайдан аламын? Дәл осындай алтын балаларды. Сол үшін шығар едім. Мен тұрмыста емес, сіңілдеріме Тұрмысқа шығайын деп жүрген, жоқ. Тұрмыстағы Тұрмыста емес қыздарға айтайыншы. Махаббат деген өмір бойы тұрмайды. Мен оны жақсы көріп қалдым. Мен де үлкен бақытқа лайықпын деп біреудің азаматына жармаспаңыздар. Біреудің отбасын ойран шығарып, шаңырағын шайқалтқан дүние берекелі болмайды. Отбасы бар ер азаматқа ғашық болып қалып жатсаңыз, ол маған жаңағы түрлі себептер ойлайды ғой, мен ғашық болма, ол былай жасады, мені махаббатқа бөледі, менің жағдайым жасады, анау мынау. Ер азамат ол жасауы мүмкін, бірақ жас қыздар, сіздер лаулап тұрған жассыздар, сіздер өздеріңізді ондай өмірге өздеріңізді бере салмаңыздар. Біреудің бақытын тартып алып, бақытты бола алмайды. Түбі бір өкінішке алып келеді. Қарап отырған